Бізде мынандай интеграл берілген, но интегралды не істеу керек, табу керек, Бірінші, секунд 4х неге тең? 1 бөлінген косинус 4х. Бұл бір. Осы секунд 4х-ның туындысын тауып көрейік қазір. Секунд 4х-ның туындысы неге тең болатын да? Секунд 4х-ның туындысы тең болады. 1 бөлінген косинус 4х-ның туындысына тең болады ғой, Енді мынаны шығарудың үшінші ережеге қойсақ болады. Немесе күрделі функция ретінде қарастырсақ болады. Күрделі функция ретінде қарастыратын болсақ, 1 бөлінген x-ның туындысы неге тең болады? 1 бөлінген x-ның туындысы минус 1 бөлінген x квадратқа тең болады ғой. Бұны жатқа бөлу керек. X-ның минус 1 дәрежесінің туындысы минус 1 алдына түседі, минус 1, минус 1, минус 2 болады. Бұлай болады, Бізде бірақ x-ның орнында косинус 4х қой. Сонда минус 1 бөлінген косинус квадрат 4х бола ма? Көбейтілген x-ның орнында не тұр бізде? X-ның орнында не тұр? Косинус 4х-ның туындысын көбейтеміз. Күрделі функция, солай ма? Тең, ол мына косинус 4х-ның туындысын тапқан кезде көбейтеміз, Минус 1 бөлінген косинус квадрат 4х көбейтілген. Енді косинустың туындысы не? Минус ба? Минус бар ма, жоқ па? Минусы бар. Минус синус 4х. Туындысын, алғашқы функциясын емес, туындысын. Минус синус 4х. Косинус х-ның туындысы минус синус х. Бірақ бізде x-ның орнында 4х тұр ғой. Сол 4х көбейтіп. Сондықтан көбейтеміз 4х-ның туындысы дейміз, Тең. 4х-ның туындысы неге тең? Мынау 2 минус не болып кетеді? Плюс. Мынау бөлшектің алымына көтіледі, мынау 4. Сонда жалпы біз былай жазыламыз. Косинус квадрат 4х деп. Бір жер түсінікті ма? Тангенспен өрнекте жүрсек болады. 4 көбейтілген 1 бөлінген косинус 4х көбейтілген синус 4х бөлінген косинус 4х десек, онда біз бұны былай деп жазыламыз. 4 секунд 4х, мынау секунд қой. Көбейтілген, дұрыс айтасың, тангенс 4х деп. Енді мынаны қара. Мынау есептің берілгенде мына жерде тұр. Солай ма? Секунд 4х dx. Қазір біз былай деп жазатын болсақ егер, d секунд 4х десек, онда біз 4 секунд 4х көбейтілген тангенс 4х dx деп жазыламыз ғой. Секунд 4х-ның туындысы dx. Ал секунд 4х-ның туындысын біз жаңа таптық. Бұл мынау. Егер біз секунд 4х-ты u деп белгілесек, онда мынау бізде du-ға тең. Арғай. Онда біздің интегралды қалай жазыламыз? Мынау dx және мынау du-ға тең болады, ал мынау u-дің неше дәрежесі? 4 дәрежесі. Сонда біздің интеграл du. Мынандай қарапайым түрге келді, Бұның 4 дәрежесі du. Енді бұның алғашқы функциясы не болады? U-дің 5 дәрежесі бөлінген 5 плюс c. Енді қайттан u-дің орнына нені қоямыз? Бірден бөлшектің мен ешіп қоясын. Секундстың 5 дәрежесі 4х бөлінген 5 плюс c. Негізінде бізде көбінесе секундс деген жазу қолданылмайды ғой. Косинусқа айналдыратын болсақ, 1 бөлінген 5 косинус 5 дәрежелі 4х плюс c десек болады да бұны.